Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бізде бүгін 6-шы сабақ. Біз бүгін бір акцияға барлығымыз бірге отырып анализ жасаймыз деп келіскен едік. 6-шы сабақта біз бұйырса Chipotle дейтін акцияға анализ жасаймыз. То есть Chipotle деген акция Америкада қалай тамақ өндірісімен айналысатын ресторанная сеть. Осы акциямен портфелімде бар болғандықтан осы акцияны зерттеу маған ыңғайлырақ болды. Бүгін осы акция туралы өте көп мәліметті бір алып, осы компанияны сатып аламыз да, сатып алмаймыз да деген сияқты сұраққа инвестор ретінде жауап беріп көреміз. Енді қарап көрейік. Ең бірінші кезекте мен мәліметтерді жинап қойдым, қазір дайын етіп, сіздер өздеріңіз іздей аласыздар. Өйткені мен алдыңғы сабақтарда полностью мәліметтерді қай жерлерден зерттеу керек екенін, қай жерлерден іздеу керек екенін көрсеткен. Осы ссылкаларды мен міндетті түрде жіберем. Енді акцияны зерттемес бұрын вообще акция бұл компания немен айналысады, сол нәрсені қатты зерттеп алуымыз керек. То есть бұл нәрсе вообще немен айналысады. Мысалы, кез келген интернет источниктен іздесеңіз болады, TikToktан, Instagramнан іздесеңіз де болады. Бірақ мен үшін YouTube'дан іздеген ыңғайлырақ болды. Мен просто іздеп көрдім, Chipotle деп. Өздерінің, оказывается, каналдары бар екен, мен бірінші рет біліп тұрмын. Каналдарын қарап көресіздер. То есть в целом не нәрсемен айналысады. Дерлік бір видеосын қарап көрейік, кез келген. Так, бұл жалпы тамаша. Так, жалпылама алғанда түсінікті. Кейбір басқа адамдардың тоже қарасақ болады. Мысалы, дерлік мына кісі бір нәрсе істеп жатыр екен. Let's deep fry Chipotle. A little bit of oil. Жалпы ас болсын, осы нәрселер айналысады екен. Жалпы бизнес түсінікті болды, иә. Получается, бұл осы бір компания тамақ өндірісімен айналысады. То есть ресторанная сеть болып табылады. Америкадағы ең үлкен ресторанная сетьтердің бірі. И ол осындай фастфудтардың рестораны болып табылады. То есть арнайы заказдармен жұмыс істейді және прямо сол жерде отырып та тамақ жеуге болады. Түсінікті болды. Енді екінші кезекте міндетті түрде Google-ға кіреміз и Chipotle деп жазамыз тоже. Неге поисковикке сол жерде өзінің обязательно әрбір компанияның өзінің сайты болу керек екен, жеке сайты болу керек. Осы жеке сайтына кіреміз. Жеке сайты жоқ компанияны вообще алмауға совет берем, өйткені ол непонятно болады да, не нәрсе екен, қандай бизнеспен айналысатыны өздерін жасырған компания, өздерінде сайт болмаса, ол қажет емес. И бұл жерде көріп тұрмыз, нормально жасалған, то есть қалай айтайық, сайттары жақсы жасалған, бірден заказ беруге болады мына жерден деген сияқты. И бізге ең маңыздысы, бізге барынша төменге түсу керек те, төменде әрбір ненің несі бар. То есть әрбір компанияның ең соңында өздерінің арнайы сайттарында инвесторс дейтін жер болады. Осы инвесторс дегенді бассақ, инвесторларға қажетті мәліметтерін ұсынады. И бұл жерде мәліметтер максимум официальный болады. Өйткені бұл жерге қате мәлімет шығаратын болса, компанияны тіпті соттауы да мүмкін, яғни өте қиын жағдайлар болуы мүмкін. Сол себепті бұл жерде ең шын деген мәліметтер шығады. Сол жерден қарап көрейік, мысалы, Newsroom, мысалы, жерден қарап тұрсақ. И бұл жерде новостьтар шығарады. Өздері туралы қандай новость болып жатыр барлығын. И тіпті контактілеріне дейін бар екен, қалай байланыссақ болады деген сияқты. Жоқ, бұл бізге қажет емес. Бұл бізге қажет емес. Так. Бұл бізге қажет емес. Бұл нәрсені жаба саламыз. Енді кезекте ол нәрсені қарап көрейік. Мысалы, бізге ең қатты қажет нәрсе не? Бұл жерде біз компанияның қаржылай жағдайын бағалауымыз керек. То есть қандай доходтары бар, қандай расходтары бар, болашаққа деген жоспарлары қандай деген сияқты. Мына жерде көрсетілген, яғни Chipotle announces, то есть екінші кварталға арналған 2024 жылдың екінші кварталындағы біздің отчеттарымыз жетті, яғни результаттары қандай. Осы жерден ашамыз и русский переводқа ауыстырамыз.
и объявляет результаты за второй квартал 2024 года. То есть осы нәрсені ашып қарап оқып көреміз, не нәрсе болып жатыр, основные показатели, қалай не нәрсе болып жатыр. То есть мысалы мына жерден қарап көрейік. Общая выручка увеличилась на 18%-ке уже общий нелері доходтарымыз өсті дейді. Аха, яғни соңғы кварталда компания жақсы нәтиже көрсеткен. И соңғы 3 айдағы, яғни бір квартал дегеніміз ол 3 айды құрайды. Яғни компаниялар алдыңғы сабақтарда айттық, әр 3 ай сайын өздерінің отчеттарын шығарып отырады деп. Мына нәрсені қараңыздар, мына жер маған ұнады. Екінші кварталда 52 новый ресторан аштық дейді. Ол деген компания әр 3 ай сайын 50 ресторан ашатын болса, яғни ол дамып келе жатыр деген сөз. Енді мына жерден қараймыз. Перспектива, то есть бұл компанияның болашаққа деген жоспарлары. 2024 жылы не нәрселер күтуде? Мысалы, қараңыз. 285-315 арасында новый ресторандар ашуды күтеміз дейді. Яғни ол деген бір жылда 315 ресторан ашса, ол әрбір ресторан қандай доход алып келеді, сол нәрсені ойлануымыз керек. То есть осы жағынан қараған кезде дамып келе жатыр деген сөз. Егер қаласаңыздар, мен барлығын оқып отыруға өте көп уақыт кетеді. Негізі бірақ әрбір мәлімет жоғарыдағы өте маңызды. Өйткені бұл жерде өздерінің гендиректорлары осы жерде өздерінің акциялар туралы ойларын жазады, өздерінің компанияларының болашақта қалай дамитындары туралы біздерге біраз мәлімет береді негізі. Енді кезекте осыны до конца төменге түсе беретін болсақ, бізде қай компанияның, яғни ақша табатын өте көп бөліктер болады ғой. Мысалы, доход от службы доставки, доставкадан тапқан пайдасы, продукт питания, напитки, упаковка, әрқайсынан қанша тапқанын көрсетіледі. Оның барлығын бірдей қарап отыру керек деп ойлаймын. Мына жерде миллион сандар бар. Солардың барлығын жаймен қарап ашсақ болады. Негізі зерттесек, төмен қарай түсе берсек, ондай нелер көп. Бірақ мыналардың барлығы негізі мен түсіндіруімсіз ақ өте түсінікті, қай жерде не нәрсе екендігі. Егер түсініксіз болса, ол жағда ағылшыншаға аударамыз и то есть ағылшынша аударғаннан кейін уже полностью, то есть официальный нәрселер кәдімгі, то есть орысша переводта кейбір қателіктер болуы мүмкін. Мысалы деп көрейік, былай жазып көрейік. Income before income taxes. То есть біз нәрсені түсінбейтін болсақ, скопируем и не нәрсеге просто іздей саламыз өзіміз. Интернетте не нәрсе екенін іздеп көреміз, и содан кейін сол показатель бойынша қандай өзгерістер болып жатыр, соны қарап көре саламыз. Сол кезде бізге более түсінікті болады и оңайырақ болады түсінуге. То есть отчетта не нәрсе бар, бізге қажет. Егер шынымен мықты жақсы компания алғыңыз келсе, онда өзіңізге ұнайтын компанияны барынша осылай қатты зерттеуге тырысыңыз. Так, біз YouTube-дан қарадық, Google-дан қарадық. Енді Freedom Finance-ның өзінен де қарап көрейік, мысалы. Мен өзім шетінде тұрған нәрсені көрсете салайын. Осы Chipotle-ның акциясы менде бар. Енді қараңыз. Freedom Finance-да тоже өзіне новая инвест идея деп осы Chipotle-ны ұсынған екен негізі. Мен бұрын алған бұл нәрсені, бірақ так, осы 9 күні, осы августтың 9 күні, 5 күн алдын идея ұсынған екен, яғни Елдар Шакенов дейтін кісі. Анализ жасап, $56 кезінде кірсеңіз, $64 дейін өсет деп не көрсетті, 14 күн ішінде солай өсет деген сияқты көрсетіпті. Енді білмеймін, мен оған қатты сенбеймін. Но бірақ менде бұл компания акциясы бар. Дәл қазіргі бағасы $51 болып тұр. Енді в чем идея дейді да, біздерге көрсеткен, то есть не үшін бізге ұнайды дейді, ол жерде бізге 4 түрлі себеп көрсеткен. Мысалы, сильный рост выручки, операционной прибыли, бір нәрсе, яғни екінші, үшінші, төртінші осылай көрсетілген. Соның барлығын оқып таныстырыңыздар болады. И мына жақта не үшін ол нәрсеге сенеміз деп показательдерін көрсеткен. Отчет о доходах, финансовая устойчивость, барлығын осы жерге шығарып көрсетіп қойған. Осының барлығын қарап, зерттеп түсінуге болады. И одан кейін ең соңында мына жерге қарасаңыздар болады. Ең соңында ғана мына нәрсені бағаласаңыздар болады. Бірақ бұл нәрсе керек па, керек емес па? Біз бұл жерде акцияның бағасына емес, көбірек оның стоимости, құнына қарағанымыз дұрыс болады. Оның ресторанның сети қалай өсіп келе жатыр, адамдардың тамаққа деген талабы қандай, адамдарға оның шынымен тамақтары ұнай ма, YouTube-тан қарасаңыз, негізі көбінесе ұнап тұр, то есть позитивный реакция болып жатыр адамдарда. Өйткені шынымен күшті жасайды тамақтарын. Мен өзім өмірімде жеп көрмеген, бұйырса Америкаға барып жатсам, міндетті түрде оның тамақтарын жеп көрем, міндетті түрде. Жалпы осындай, менде қазір бұл компанияның 18 штук акциясы бар. Мен оның санын көбейтуге тырысам, әлде де 20-30-дарға дейін көбейткім келеді. Солай көбейте беріп, бұйырса болашақта көбірек пайда алғым келеді осы компаниядан. Енді кезекте өткенде алдыңғы сабақтарда көрсеткен
источниктарымыз бар. Сол источниктардан зерттеп көрейік. Мен алдын ала іздеп қоя салдым мынаның барлығын қиын болмау үшін. Біріншісі Yahoo Finance, барлығымыз білетін finance.yahoo.com. Сол жерге поискқа жаздық, Chipotle деп, мына жерге мақұл жаңадан жазылар, мысалы Chipotle деп. Бірінші болып шықты. Соны ашамыз. И енді бұл жерде барлығына қарап отырмай қою керек. Қарайтын басты нәрсе бұл жерде news, то есть қандай новость шығып жатыр. Мысалы соңғы уақытта 9 сағат алдын шыққан, мен оны оқып қойдым. И обязательно барлық отчет, негізі барлық новостьтардың бәрін оқу міндетті емес, ең маңыздыларын оқу керек. Бұл новость өте маңызды болды, өйткені главный директорлары ауысып кетті бұл компанияның. И ол Starbucksке барып не болды, директор орнына тағайындалды. То есть сол жағын ескеруіміз керек, өйткені өте мықты кісі болған бұл компанияның директоры. Соған сәйкес кеше компания 6%-ке дейін ба 5%-ке дейін ба бір күнде құлап түсе салды. Өйткені сол новостьқа байланысты құлады. Сол нәрсені тоже ескеруіміз керек. Новостьтарға байланысты акциялар қатты қимылдап кетуі мүмкін бір күнде. Бірақ маған олардың бәрі маңызды емес. Мен бұл акцияға инвестор болып қала берем. Өйткені байқасаңыздар финансовый отчеттары жыл сайын жақсарып келе жатыр. Айтпақшы, мен нәрсені ұмыттым. Жоқ. Хорошо, мына жерден қарайсыздар. Бұл жерде маған ең қатты нәрселер осы суммарный полностью не нәрсе жасап жатыр. Новостьтарын тоже қарасақ болады. И оның астында conversations. Ол жерде біз сияқты тоже инвесторлардың обсуждениесі ғой. Не нәрсе, не үшін сатып алды, мен не нәрсе ойлаймын бұл акция туралы деген сияқты нәрселер. Енді қараңыз. Тоже бұл жерде қарауға болатын нәрселер statistics. Мысалы, қарап көрейік. Бұл жерде статистикасында ең қатты қарайтын нәрсе market capitalization. То есть бірінші показательге ғана қараймын. Капитализациясы қалай өсіп келе жатыр. Жыл сайын былай қарап келе жатсаңыз, міне 50 миллиард, 50 миллиардтан баса 62 миллиард, 79 миллиард, 86 миллиард өсіп келе жатыр. Жыл сайын емес, тіпті міне 3 ай сайын. Яғни 2023-ның 9 айында мынау біріншісі, екіншісі 12 айында, кейін 2024-ке өткен әр 3 ай сайын отчетында капитализация қалай өсіп келе жатыр. Яғни полный алғанда олардың капиталы қалай өссе, менің де капиталым солай өседі. Сол нәрсені ескеруіміз керек. Қалған показательдердің барлығын жаңағыдай мен айтқан әдіспен интернетке салып іздеп, мұндағылардың барлығын іздесеңіздер болады. Бірақ мен бұлардың барлығын аса қатты бағалай қоймаймын. Өйткені мен трейдер емеспін, мен инвестормын. То есть маған капитализациясы қызық, маған бизнес қалай дамып келе жатқаны қызық. Сонымен қоса бұлардың ішінде исторический дата дейді. Бұл бізге қатты маңызды емес. Өйткені бұл әр күн сайын бағасы қалай өзгергені көрсетілген. Әрбір күн сайын баға қалай өзгергені көрсетілген. Бізге қызығы, маған ең қатты қызығы financials. Финансовый показательдер. Дұрыс қой. Яғни компанияның қаржылық жағдайын бағалау үшін оның қаржы мәселесінде қалай разбираться етіп жатқанын и қандай нәрселермен айналысып жатқанын түсінуіміз керек. Бұл жерде ең қатты бағалап қарайтын показатель ол total revenue. То есть мына жерде total revenue. Былай қарасаңыз, әр 3 ай сайын көрсет, жоқ, мұнда әр уже жыл сайын көрсетілген. Quarterly дегенге былай ауыстырсаңыз, немесе annual дегенге ауыстырсаңыз болады. Ол дейтін annual дейтін әрбір жыл сайынғы показатель қалай өзгергенін көрсетеді. Ал quarterly ол әр 3 ай сайын қалай өзгеріп жатқанын көрсетеді. Annualда, мысалы, бір жылдан қарап қойып, 2020-дан бастап. 2020-да общий доход $6 миллион болған. Немесе бұл жерде сәл басқаша көрсетуі мүмкін, то есть 1000 есе аз қылып, чтобы мына жерге сандар сыю үшінші 6 миллиард болуы да мүмкін. 2021-де 7,5 миллион өскен. Яғни бізге маңызды емес, миллион бола ма, миллиард бола ма, главный ол өссе болды. 2022-де қарасаңыз 8-де 6 миллионға өскен, 2023-де уже 9 миллион 800 мың. Дәл қазіргісі уже әлі 2024 жыл бітпей тұрып, жыл бітпегеннің өзінде уже доход 10 миллионға жетіп қойған. Демек, перспектива бар болашаққа. Қарасаңыз, әр 3 ай сайын, әр жыл сайын қалай доход өсіп келе жатыр. Демек, олар ресторандардың саны көбейтіп жатыр, адамдардың келетін саны көбейіп жатыр, адамдарға ұнап жатыр, демек бизнес өсіп жатыр деген сөз. Сонымен қоса бұл жерде біріншісі income statement дедік қой. Осы нәрсені қарадық қазір біз. Енді balance sheet, то есть мына жерде балансовая стоимость дейтін нәрсе бар. Осы нәрсені тоже қарасаңыз болады. Балансовая стоимость деген компанияның балансында не бар? То есть компанияның қандай ресторандары бар, олардың бағасы қандай, қанша тұрады. Общий алғанда компанияда не нәрсе бар, сол нәрсені көрсетеді.
бұл жерде ең қатты қарайтын нәрсе сол total assets. То есть бұл деген не общие активы деген сөз. Полностью алғанда қазіргі енді бұлардың главный активтері, то есть қолдарында тұрған нәрселер бұл. Ресторандар ғой, ресторандардың құндары қалай өсіп келе жатыр деген сөз. Оны тоже жылмен қарап көрейік. Мысалы 2020-да общий алғанда 5-9 миллион немесе миллиард болуы мүмкін. Солай қимдаған міне 6-6 миллион, 6-9 миллион, 8 миллион деген сияқты. Яғни қарасаңыз өсіп келе жатыр. И осылай өсіп келе жатқан акцияларды алғанымыз дұрыс болады. Және болашақта да өседі деген үмітпен қарап алсақ болады. Ал төмен құлап келе жатқан, нашар болып келе жатқан компания болса, алмағанымыз дұрыс болады өзіміз үшін. Өйткені өте қорқынышты болуы мүмкін. Енді соңында маған қатты тоже қызығы holders дейтін нәрсеге қараймын. Holders дегенге ауыстық. Қалай кім қанша процентін ұстап отыр, яғни қандай адамдар бұл акцияның иегерлері болып табылады. 87%, 88% аса қатты түсінікті емес. Негізі бар ғой. Бұл жерде негізінде жеке адамдар тұратын болған дейін. То есть мына жерде более компаниялар көтерілген сияқты, басқа компаниялардың осы компанияға құйған инвестициясы. Сондай. Бұл жерде тоже қарасаңыздар болады, кім қанша штук акциясын алған. Мысалы, мына жерде shares деп көрсетіліп тұр. Share дейтін акция деген сөз 54 миллион акциясын алған адам бар екен. Жоқ, корпорация екен адамда. State корпорация. Бұл 2024-те шығарған ең соңғы несінде 54 миллион акциямыз бар деп көрсетілген екен. Деген сияқты ғой. Неғұрлым компания жан-жақты шашыраған болса, то есть бір адамда ғана барынша көп акция болмаған болса, сол дұрыс болады бізге. Өйткені бір адам ғана барлық акцияларды сатып алған болса, өте көп акциялар болса, ол барлық акциясын любой уақытта сатып жіберуі мүмкін. И ол сатқан кезде рынокқа өте қатты әсер етеді, яғни бірден құлатып жіберуі де мүмкін. Сол нәрсені тоже ескеруіміз керек. Енді мен жаңа тағы бір нәрсе көрсетемін деп ұмытып кеттім. Негізінде Freedom Finance-тың ішінде тоже отчеттар оқысақ болады. Кейбір мәліметтер ескірген, кейбір мәліметтер нашар болуы мүмкін, бірақ өте түсінікті етіп көрсетіп береді. Жаңағыдай біздер сияқты сандар қарап отырғаннан гөрі солай оңайырақ болады негізінен алғанда. Міне қараңыз. Тура сол Chipotle-ге кірдік, и соның ішінде аналитика деген бөлімге кірсеңіз, ол жерде не нәрсемен айналысатыны көрсетіледі. Міне является ресторанной компанией бір нәрсе, яғни осының барлығын алсаңыз болады, не нәрсемен айналысатыны түсінікті болу үшін. Енді отчеты дегенге кіреміз. Яғни компания қандай отчеттар шығарып жатыр. Сол нәрсені қараймыз. Мына жерде уже сразу көзге әдемі көрініп тұр, яғни жасыл түстер жанып тұр. Енді астына үш нәрсеге маңызды қараймыз. Яғни доходы, балансовый отчет, даже осы екеуінің өзі жеткілікті болады. Астына денежный поток деген компанияға ақша қайдан келіп жатыр және қайда кетіп жатыр. Сол нәрсені больше зерттейтін нәрсе. Ладно, біз доходтарына кіріп көрейік. И доходтарының өзінің ішінде, мысалы, revenue. Revenue дегенге кірсеңіз, әрқайсының өзінің ішінде көрсетілетін. Доход от продажи, мына жерде көрсетілген товаров или услуг. И он связан только с основной деятельностью компании. Деген сияқты. Қарасаңыз, міне, жыл сайын тенденция қалай өсіп келе жатыр. 2019-дан бастап 23-ге дейін қалай өсті. Немесе оны әр кварталға бөліп қарасаңыз да болады. Квартал сайын revenue қалай өсіп келе жатыр. Міне. Әр квартал сайында осылай өсіп келе жатыр. Яғни компания құлау мүмкіндігі аз деген сөз. Әр жыл сайын, әр квартал сайында өсіп келе жатыр. Енді қараңыз. Net income дейтін нәрсе бар. Net income, то есть разница между доходами и всеми существующими расходами, включая налоги. То есть налогты, барлық расходтарды алып тастаған кезде компания қандай пайда тауып жатыр? Міне, көз алдарымызда көрініп тұр, қалай өсіп келе жатқан. Осы нәрсені барлығын зерттеуіміз керек. Осы екі показательге қарап жеткілікті болады мен үшін. Яғни таза пайда және доходтар общий алған кезде. Енді қараңыз, доход деген бөлімнен шықтық, енді балансовый отчетқа кіреміз. Балансовый отчетқа кіретін болсақ, ол жерде жаңа мен өзім айттым, общий активы, ресторандар, яғни қолында бар нәрселер, баланс қалай өсіп келе жатыр деген нәрсені қараймыз. Ол жерде мысалы total assets, сумма всех краткосрочных и долгосрочных активов компании. Ол жерде мысалы қараңыз, 2019-дан бастап компанияның мысалы 2019 жылы 5-1 миллиардқа олардың ресторандары болған. Яғни бір уақытта бүкіл ресторандарын сатып жіберсе 5 миллиард пайда табатындай мүмкіндіктер бар. Ал қазіргі кезде 2023-те ол балансовый несі активтері 2023-те уже 8 миллиардқа өскен. 2024-тікі біз жаңа сайттардан қарақтық, яғни бұл жерден ең новый мәліметтер болмайды, бірақ өткен уақыттағы алдыңғы 5 жылдағы мәліметтер жақсы көрсетеді. Тоже сол нәрсені квартал бойынша қарап көрейік. Яғни әр 3 ай сайын қалай өзгеріп жатыр. Міне.
балансовый отчет әрбір, міне қараңыз, 2023-тің 6 айынан бастап қазірге дейін әр 3 ай сайынғы нәтижені көрсетіп тұр. Осылай өсіп келе жатыр деген сөз. Міне 2,77 миллиардтан қазір 3,71 миллиард. Үстінен 1 миллиард уже үстінен қосқан деген сөз. 1,5 жылдың ішінде. Так, осы нәрсені тоже зерттеуіміз керек. И все вроде. Чтоб түсінікті болсын, бүкіл компаниялардың барлығы мындай емес, негізінен алғанда. Әрбір компания әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, қазір мен көрейінші. Дәл мынандай картинада болуы мүмкін. Мысалы, Intel компаниясы кейбіреулеріңіз білуіңіз мүмкін. Ол соңғы уақытта өте қатты құлап жатыр. $33 бастап, $36 тіпті қазір 19-ға дейін түсіп келе жатыр. Кішкене уақыттың өзінде. Өйткені өте нашар отчеттары соған байланысты түсіп жатыр. То есть отчет нашар компания үнемі бағасы құлдырай береді. Егер отчеты жақсы болмаса, компанияны алудың қажеті жоқ. Мысалы, қараңыз, қалай қызыл жанып тұр барлық жерде. Міне, қалай компанияның құлап келе жатқанында осылай тенденцияны көрсек болады. Компания қалай құлап келе жатса, олардың доходтары тоже дәл солай құлайды, и соған сәйкес акциялардың бағасы да солай түседі. Міне тіпті отрицательный доход көрсеткен. То есть доход емес, чисто компания минуста деген сөз. Intel компаниясы. Осы нәрсені тоже ескеріп қарауға тырысыңыздар. Компаниялардың барлығы бірдей жақсы болмайды. Сол себепті отчеттарына қараған кезде сенімді отыратындай компанияны таңдаңыздар. Мысалы, мен Chipotle компаниясына толық сенем. Өйткені сіздерге отчеттарын дәл қазір көрсеттім. Қалай дамып келе жатыр компания. И мен бұл компанияға болашақта да осылай дамитындығына сенем. Сонымен вроде все, барлығын көрсеттім. Видео кішкене ұзақ болып кеткен болуы мүмкін. Ол үшін кешірім сұраймыз. Бірақ компанияны осылай зерттемейінше, осылай түсінбейінше, бизнесті толық түсінбейінше алудың қажеті жоқ. Сонымен қоса сіз өзіңіз түсінетін бизнес алғаныңыз дұрыс. Мысалы, сіз тамақ өнеркәсібінде айналысатын болсаңыз, сондай жұмыспен айналысатын болсаңыз, мынау компания сізге одан да бетер, өте пайда алып келуі мүмкін. Өйткені сіз оны болашағын бізден жақсырақ көре алатын және жақсырақ түсіне алатын болуыңыз мүмкін. Ал егер тамақ өнеркәсібінде жұмыс істеп, мысалы, самолет өнеркәсібінде айналысатын компаниялардың акцияларын сатып алу тиімсіз болуы мүмкін, өйткені сіз оны түсінбейсіз. Жолыңыз болып кетіп көтеріліп ақша табуыңыз мүмкін, әрине, бірақ сіз оның бизнесін түсінбеген кезде сіз сенімді бола алмайсыз ол компанияға. Болашағын дұрыс бағамдай алмауыңыз мүмкін. Сонымен болды. Бүгінгі сабақ аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі видеоларда жүздескенше.